Барша қазақстандықтар үшін жедел хабарлама тарады, тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Атырау 5G-ге қосылады. Атырауда 2024 жылдың соңына дейін 5G-дің 40 базалық станциясын орнату жоспарланып отыр. Атырау облысы әкімі цифрландыру саласында жүргізіліп жатқан жұмыстар жайлы өткен брифингде айтып берді. Оның сөзінше, қазіргі уақытта облыста 153 ауылдық елді мекеннің 138-і интернетпен қамтылған. Жалпы халықтың интернетпен қамтылу үлесі 99,2% құрайды. Халық саны 250-ден астам ауылдық елді мекендерде кең жолақты интернетке қолжетімділікті қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша байланыс операторлары 22 елді мекенді мобильді интернетке қолжетімділікті қамтамасыз етті. Қазіргі таңда Атырау қаласында халық көп шоғырланатын жерлерге 5G технологиясы бойынша интернетке қолжетімділікті қамтамасыз ететін 8 базалық станция қондырылды. Биылдың соңына дейін 16 базалық станция, ал 2024 жылдың соңына дейін 40 базалық станция қою жоспарланып отыр. Видеомыз кең таралып, барша қазақстандықтар хабардар болу үшін видеомызға лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.